Ана өмірімді өзгерткен кітап деген жарнамалар ол қажет емес. Не үшін сенің өміріңді өзгерту керек ол? Не үшін? Сенің өміріңнен қымбат ештеңе жоқ мына өмірді. Жеке әрбір адамның өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Ол кетіп бара жатыр, таусылып бара жатырмыз. Бүйтіп кофе ішіп отырып, сен кітап оқып отырған суретіңді түсіріп, Инстаграмға салып қойғаның ол кімге керегі бар? Бір вопрос болу керек әрқашанда. Не үшін? Кімге керегі бар? Өмірге ойлы қарау керек шығар деп ойлаймын. Кітап соған тәрбиелейді. Пәленше ақын екен деп айтсын деп те жазған емес, пәленшенің әніне де жазған емес, төленше ақын деп жазып қою үшін де жазған емес. Енді жаңағы кітаптардан оқып отырған кездегі сіздің айтқан ойларыңыз, мынау кітапта ғана басты кейіпкер бола аласың, кітапта ғана сіз соны сезіне аласыз ішінде. Кинода ондай бола алмайсыз. Былтыр 20 жылдық болды ғой бізге. Класс жетекшім айтты, Хамидті футболист болып кететін шығар деп ойлап еді. Бір қыз айтып отыр. Мұғалім болғасы ба дейді. Мектепте жоқ, мұғалім болмаған, бірақ қазақтың жастарына бейжай қарай алмаймын. Оларға айтарым бар, қай кезде де. Қайырлы күн баршаларыңызға, Құдай қаласа, міне бүгін Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасына қош келіп отырмыз. Бұл кеше ғана балалар күнінде 1 маусымда ашылған кітапханаға бүгін Құдай қаласа кітапхананың авторы келіп отыр. Хамид Сапарбайұлы, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Енді шынымен де Құдайға шүкір осы Түркістанды рухани қала деп ес білгелі танимыз ғой енді. Соның бар дәлел ретінде мен үшінші рет келіп тұрмын. Рухани дегенде бір тылсым күш емес, еш жақтан келетін, бір яссауилардан келетін ештеңесі жоқ. Рухани деген осы міне біздің сіздердің мына кітаппен байланысымыз, келешекке, болашаққа бір үлкен сеніммен, нық қадаммен, бақытты көзқараспен қарай білу деп ойлаймын мен өз басым. Рухани қала дегенге. Келген қала, келген қонақтар осы жерде тұратын адамдар, жалпы біздің қазақтардың көзінің ашықтығымен, өмірге ғашықтығымен, кеуделерінің, жансарайларының дархандығымен, жазиралығымен ерекшеленіп тұрса, рухани қалаға барып демалып қайттым деп айтуға болады. Жаңағы бір күмбездерді ұстап тәубе етіп қайттым дегенге мен оны білмеймін, бірақ ондай руханиді мен түсінбеймін өз басым. Өйткені барлық нәрсенің шешімі ол білім. Барлық нәрсенің шешімі білім. Адам білімсіздікпен әділетсіздік жасайды, әділетсіздікпен адамдыққа барады дейді. Қай кезде білім дұрыс болады? Сол кезде рухани ләззат аламыз. Иншалла, рухани бір-бірімізге әсер ететін шығарымыз деп ойлаймын. Бізде сол рухани демалыс. Кітапханаларыңыздың ашылуы құтты болсын. Ой, бәрекелді. Рахмет. Осы бір рухани демалыс, рухани кеш болсын бүгінгі кеш. Өзіңіздің ана Мұхтар Шахановтың өлеңдерін бір жаныңыз тебіреніп тұрып оқыған кездегі сондай сәттер халықтың көз алдында көп қалған. Кеше сұрастырып жатқан кезде де сол Мұхтар Шахановтың өлеңдері деп айтылып жатыр. Ең бірінші осы бастаған кезде айналаңыздағы да барлық руханиді сіз айналаңыздан іздеп отырмыз, біз сізден іздеп отырмыз қазір. Бүгінгі кештің егесі кім? Біз бүкіл назар өзіңізде. Бір сол бір әдемі оқитын поэзияңыздан бастасақ. Енді бұлай негізі көп адам мен танымай қалады ше. Мен бір кітапқан жүргізіп жүргенге мен ойлайды бір тек қана өлең айтып, халықтың алдында мен мынандай өлең айтам, мынандай. Менде ондай нәрсе жоқ. Мен осы қарапайым болмысым өзімнің жақсы көретін. Мен Мұхтар Шахановтың өлеңін жаттасам, оны келіп сіздің қасыңызда берген сұрағыңызға жауап ретінде оқу үшін, болмаса әйтеуір халық өлең оқиды дегенге сол жатқа айтып беру үшін оқыған емеспін еш уақытта. Бұл кісінің әр айтқан өлеңі менің күрет, енді әдеби айтқанда күрет тамырымен бірдей ағады. Жігерлендіру болсын, кеше түсінісу теоремасы болсын мысал үшін. Қайда сол бір көңіл сырын көзден ұғар нәзіктік, үш өлшем бар: биіктік, тереңдік, кеңдік яки жазықтық. Бұл үшеуін бағаламау көзсіздік һәм кереңдік, ал түсінбеу бақытсыздық болар ол дейді. Түсінісу теоремасының ортасындағы әңгіме осы. Осы нәрсе бізді көп мазалайтын.
түсінбей қаламыз кейде. Қайда сол бір көңіл сырын көзден ұғар нәзіктік дейді. Анау көздің ар жағында, көздің тұңғиығында сенің жан дүниең нені сөйлеп тұр. Осымен сөйлесу керек, осымен тіл табысу керек шығар деп ойлаймын. Сол уақыт келді. Құдайға шүкір, еліміздің амандығында, жұртымыздың тыныштығында мен жақсы көрем тәуелсіз елімізді, егемен елімізді. Жұрттар бір елімді жақсы көрем, жерімді жақсы көрем, отанымды жақсы көрем десең бір как будто бір билікте біреулерді жақсы көретін сияқты қабылдайды екен біреулер. Ол да білімсіздіктен шығар деп ойлаймын. Төлеген Айбергеновтердің өлеңі мысал үшін сағыныш деген. Сағынбай барсаң тауларда сенің алдыңнан шықпас асақ деп ойлауың мүмкін дүниені мынау кеткен екен деп тасқаптап дейді. Шахановқа арнаған өлеңінде қандай тамаша айтады. Сіз сол қазір көзіңізден ғана ұғысатындай жан дүниесі мына жерде әдебиетке, руханиятқа сіңіп кетіп, өзі бір сол дүниені іздеп келіп отқан адамдар отыр ғой осы жерде. Ол сіздің жаңағы бірден өлең оқитын, өлең сұрайтын жер емес, бұл сіздің ашылуыңызға қарай сұрақ қойылып тұрған дүние. Мен жабылған емеспін. Жабылған емеспін. Ашылу, жабылу деген нәрсе мен өз басым түсінбейді екенмін. Кішкентай ғана өміріміз бар, қамшының сабындай ғана. Біреулер үшін ешқашан өзгермеген екен, біреулердің көңілінен шықсам екен, шықпай қалсам қалай болады деген сұрақ мен мазаламаған екен. Ой, бұл жақсы екен. Кеше мен неде болдым, осы Таразда болдым, Шымкентте болдым, осы жастармен, үлкен кісілермен бас қосуда. Мен жалпы өзімнің түсінгенімді, оқыған кітаптарымнан алғанымда қолымнан келгенше замандастарыммен бөлісуге тырысам. Мен отырып алып сіздерге уағыз айтуға келген жоқпын. Ең бастысы мына әдеби кітаптың қандай қызығы біздің жан әлемімізге әсер етуі, өмірімізге қалай ол айналады, сол нәрсе. Кітап тек кітапханада ғана болып, ол үйде болмаса ол кітапхана. Үйде болғанда қалай ол гарнитурдың ішінде емес, сенің ішінде, жүрегіңде. Осы бір нәрсе өмірімізде белең алатын болса, мен ойлаймын, бақытсыз адамдар азаятын шығар деп. Жаңа ғанау тірліктің түрлі сынынан сүрінбей өттік десе де, жұбайың досың бола ма, міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы жаныңа жаны қосылмау. Бұл нағыз бедеу қасірет, қосылмау деген ол ашылмау. Гүл болып ашылмағанның сезімін кім бар жақтаған, рухы қосылмағанның көңілі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар сезімсіз, сәнсіз, жақытсыз, сондықтан мына жалғанда екеудің бір бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Сол сияқты адамның сезімінде шек жоқ қой, шіркін ол мен өзім түсінігімде, мысалы енді Мұхтар ағаның өлеңдері, жас кезіндегі өлеңдері, ол кейінгі орта жас аға буын кезіндегі өлеңдері, сосын соңғы жылдарда жазған өлеңдері адамның өмір сүру жас деңгейіне қарай адамның өмір танымы өзгеріп отырады, кеңіп отырады. Мысалы мен осыдан 15 жылдың махаббат тақырыбына басқаша көзқараспен қарайтын болсам, қазір махаббат тақырыбына басқаша көзқараспен қараймыз. Оның барлығы әйтеуір осы кітаптың бізге берері, мысалы үшін Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын оқыған кезде бізде кейбір сәттер болады. Анау қош бол Гүлсарыда болсын, Ақ кемеде болсын, Боранды бекет бар, Жампидада болсын, Шыңғыс Айтматов өзінің басты кейіпкері арқылы өзін сөйлейді үнемі. Бізде соны қазіргі таңда бір психологтарға айтамыз ба, болмаса өсек қып басқа біреуге айтамыз ба, әйтеуір бір бос әңгіме болып кетуі мүмкін да ондай кездерде. Мысалы сенің жан дүниеңде неше түрлі сұрақ жауаптар бар. Осыны айтсам ба екен, айтпай қойсам ба екен? Айтсам қаншалықты пайдалы болады, қаншалықты зиян болады? Осы нәрсенің байыбына, апармайдығына, бас рөлдегіне сол жерде құрбан етеді көбінесе, әсіресе қош бол Гүлсарыда. Сөйтеді дағыны соның артынан опық жеп, мынаяққа оңаша шығып, ол өз-өзімен сөйлестіреді. Осындай мінезім, осындай менің ұшқалақтығым, ашушаңдығым, тар жерде тез шешім қабылдайтыным, ақылға бағынбайтыным деген сияқты өз-өзін сөгеді. Осындай
кейіпкерлердің осындай тарихындағы, тағдырындағы болып жатқан елеулі нәрселер мені бейжай қалдырмайды. Ананы мен өзімнің сүзгімнен өткізем, кете береді үшін. Керек нәрсеңді аласың, қажет еместер қалады. Одан кейін кітаптың тағы да бір жақсы жері, кітап оқып отырған кезде қандай адам болса да бес саусақ бірдей емес. Адал бар, арлы бар, жақсы бар, сорлы бар, әртүрлі қоғам болған екен, бәрі бар. Ал ана кітапты оқып отырған кезде сен міндетті түрде жақсы, бірінші кейіпкер бар ғой, жақсы рөлдегі жаңағы, сен сол тарапқа өтесің. Сені басқа жерде біреулер, сен біреуді ренжітіп қойған болуы мүмкін. Сәл бір кісілігің бар шығар сенің, сәл өтірік айтып қоятының бар шығар. Бірақ сен кітап оқыған кезде басты кейіпкер жаққа қарай өтесің. Сөйтесің де сол арқылы тәрбиеленесің ғой. Мен соны түсіндім өзім. Бұл менің бір жақта университетте оқып келіп, кітап оқудың методикасын қалыптастырғандағы бір үлгісі емес. Бүйтіп оқу керек, күніне мынанша бет, түніне ананша бет, ол деген ештеңе шешпейді негіз. Мен ондайларды өзім жек көремін. Жан дүниең қай кезде кітаптың парағымен қауышады, сол кезден бастап сен оқи бастайсың. Және де көп сұрақ қояды маған. Қандай кітап болды, сіздің өміріңізді өзгерткен қандай кітап болды ма дейді. Мен жоқ деймін да, ондай менің Аллаға шүкір өзімнің мақсатым бар, бағдарым бар, бағытым бар. Менің өзімнің Құдайға шүкір өмір танымым, өзімнің бір межем бар көздеген. Сол жолға кетіп бара жатқан кезде белгілі бір кітап мен ешқашанда бұрған емес. Мен қажетімді алып кете беремін, сол кітаптың ішінен қажетімді алып. Сол үшінде ана өмірімді өзгерткен кітап деген жарнамалар ол қажет емес. Не үшін сенің өміріңді өзгерту керек ол? Не үшін? Сенің өміріңнен қымбат ештеңе жоқ мына өмірді. Жеке әрбір адамның өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Ол кетіп бара жатыр, таусылып бара жатырмыз, бүйтіп алға қарай кетіп бара жатырмыз. Мысалы, менің 38 жыл болса, 38 жыл таусылып қалды уже. Жаңағы өшкен спичка сияқты. Ары қарай қанша уақыт қалған мен білмеймін. Сол қымбат өмірімді не үшін мен басқа біреудің көзқарасына қарай бұруым керек? Бірақ кітап қана өзгертеді бізді, оны білесіздер ғой қандай Құран кітап екендігін. Ол сол ғана өзгертеді дұрыс жағынан. Бұлай басқа бір кітап менің өмірімнен түңіліп кеттім, үйтіп кеттім, бүйтіп кеттім деген нәрселердің барлығы ол әшейін бос сөз. Өз-өзімізді алдау, өз-өзімізді жұбату, өз-өзімізді мына тіршіліктің бір нелі тауқыметтерінен арашалап алу. Ол нәрселердің барлығынан арылып, негізгі білім биіктігіне шығатын болсақ, иншалла ол керемет болады негізінде. Қасым-Жомарт Кемелұлының кешегі Қазақстанның кітап оқитындардың мемлекетіне айналдырамыз деген заңнамасына да өңілетін болсақ, бұл жерде ол сан емес, керек емес. Кофе ішіп отырып, сен кітап оқып отырған суретіңді түсіріп, Инстаграмға сап қойғаның ол кімге керегі бар? Бір вопрос болу керек әрқашанда. Не үшін? Кімге керегі бар? Мен бірдеңені сөйлейін деп тұрмын. Бірдеңені сөйледім, не сөйледім? Не сөйлеймін және сөйлеп болғаннан кейін соған сүзгі жасау. Одан кейін жаңағыдай сұрақтар. Менің айтатын сөзім, мысалы жасайтын ісім, мысалы мен кітап оқимын, өткенде бір осындай басы қосуда бір сұрайды, суретке түсіп жатсам, бір інішек кеп сұрайды, қанша кітап оқыдыңыз деп мені. Ал мен маңыздысы не оның қанша кітап оқығаным? 10 кітап оқыдым ба, 100 кітап оқыдым ба, 1 кітап оқыдым ба? Ол емес. Ең үлкен сұрақ ол емес негізінде. Мен солай деп ойлаймын деп айтатын ем, қазір ол емес деп айта берем. Өйткені көзім жетті. Өмірге ойлы қарау керек шығар деп ойлаймын. Кітап соған тәрбиелейді. Абайдың көзқарасымен қарай біле аламыз ба өмірге? Абай дейміз. Абайдың 45 қара сөз дейміз. Соның ішінде Абай не айтты оны? Ешкім мән бермейді. Бір викториналық сұрақтар болып кеткен сияқты. 33-ші қара сөзіне не айтқан? Бірден айтқан, бірден отыр бес деген сияқты. Ананың ішінде не айтып жатыр Абайдың? Жан дүниесі қалай өртеніп жатыр мына жерде? Негізінде Абайды шынымен таныған адам ол айтпайтын да шығар, мен Абайды танимын деп. Мен Абай танушылардың біразын көргем, қасынан көргем. Костюм киіп профессор болып жүргендерді көргем. Бірақ Абай басқа нәрсе айтты ғой қара сөзінде. Мүлдем басқа нәрсе айтты. Анау бірінші қара сөзінен бастасаңыз, сізбен бірден сырласуға шақырып отыр ғой.
Абай Құнанбаев. Мен бала шағама да үйт деп не айтам мен оларға? Қай жаққа барып оқы деп айтам. Ақпатшаның кезі елдегі сыйқымыз анау. Ал не істеймін? Дін жолына түсіп, молдалық етсем десем қалай болады дейді. Ол да менің тірлігім емес дейді. Сол кездердегі біраз молдалардың сипаттарын сипаттап кетеді. Сөйтеді дағына, мен мына қағазбен осы қаламды алайын, осыған мұңымды да шерімді де тарқатайын, егер де біреуге қажет болып жатса, қажетіне жаратар, қажет болмаса тастай салар деп бастайды. Бұл тура кешегі Мұқағалидың Фариза Оңғарсыноваға жазған өлең сияқты. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Бірімізден біріміз арларымыз, бірімізден біріміз жалғарымыз, біздерді де іздейтін жан болса егер, шаң басқан архивтерден табыларымыз. Сен мен білесің бе? Білесің бе? Жаралмаған жан екем күресуге. Жылап жүріп, өтіріп күлесіңде, жүресіңде қоясың жүресіңде. Бір итеріп кеудемнен бірі шалып, тастағысы келеді күресіңге. Фариза жан, сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесі үзіліп тұр садағым. Жігітінен қазақтың дос таба алмай, қызда болсаң мен саған мың шағамын. Ауырлар деп ойлап пен мұнша халім. Осыны оқып көрдіңіздер ма сіздер бір рет? Мұқағалиді танимын дейді біраз адамдар. Не айтып отыр Мұқағали мына жерде? Жігітінен қазақтың дос таба алмай, қызда болсаң мен саған мың шағамын. Ауырлар деп ойлап пен мұнша халім дейді. Ол кісілерге өлең жазу керек емес деп болатын. Пәленше ақын екен деп айтсын деп те жазған емес, пәленшенің әніне де жазған емес, төленше ақын деп жазып қою үшін де жазған емес. Мен мынандай өлең жазып, соны оқып беріңізші деп деу үшін де жазған емес. Олардың жүрегі сөйлеген, ауа, су қалай керек болса, олар солай жазып кеткен. Жаңағы сұрақ қойғыңыз келіп отырады ма? Сәл алаңдатып қойып жатсыз да, мен жас едім, ашық едім, ұяң едім, басып өттім солардың қия белін дейді ғой. Сонда ғана ақынның ішіндегі осы жаңа Абайды айтып жатқан кездегі өмірден көрген теперіштерінің бәрін, жан дүниесіндегі соның бәрі адамды адастыру, шатастыру, пісіру, ең соңында адамдыққа өзі келіп айтатын жері бар ғой. Сондағы сізге айтатын құрашуды жия бергім келеді, жия бергім деп. Енді жаңағы кітаптардан оқып отырған кездегі сіздің айтқан ойларыңыз, мынау кітапта ғана басты кейіпкер бола аласың, кітапта ғана сіз соны сезіне аласыз ішінде. Кинода ондай бола алмайсыз. Киноны көріп отқан басты кейіпкердің рөлінде сіз өзіңіз қоя алмайсыз ғой. Кітапта шексіз қиялмен, шексіз түсінік болады. Мұндағы сізді алаңдатайын деп отқан жоқ. Мына сіздің айтып отырған ой пікіріңізге балалардың, мына жерде қанша балалар отыр ғой, негізі балалар кітапханасында болғаннан кейін балаларға осы кітап оқу жүйесіндегі қазір бірте әңгімеміз ауырлап бара жатыр да, түсініп тұрмын. Соны қайта оралсақ балалар темасына. Балаларға болғанда содан басталып отыр ғой, тазалықтан, туралықтан. Жаңағыдай Мұқағалидың өзі айтқандай жаңа өлтірсең де көнбеймін жырды құмға, қайталап айта берем, көбейтсең де қаншама мыңды. Балалар болғанда қай жерде екі-ақ балама отыр ғой? Жоқ, ар жағында көрінбейді. Балалар бір тұрып қояқ та орнымыздан. Сіз әлі тақырыпта қақ қойған сияқтысыз ғой, сол балалар жайында болады. Мен өзім көріп отқан замандастарыммен сөйлесіп отырмын. Олар да түсініп отыр ғой барлық нәрсе. Түсініп отырсыз ба мен айтып отқан нәрсені? Түсініп отыр. Бұлармен балалар емес, үлкен адамдар сияқты сөйлесу керек шығар деп ойлаймын мен негізінде. Балаларды оларды бүйтіп бөліп қоймай, үлкен адам. Абаймен қалай сөйлесті Құнанбай? Сол сияқты біздің мәмілеміз үлкен адам сияқты қарайтын болсақ, олардың өзінің шешімі. Шетелдерде сондай ғой, дамыған мемлекеттерді қарасаңыздар, кәдімгі кішкентай баласы мен үлкен адам сияқты сөйлеседі дағыны, құрметтейді оның пікірін бізге. Бастыға отырма дей салмайды ғой біз сияқты. Бастыға отырма, отыршы. Балдар жаққа жібер. Үлкендер бөлек отырсын демейді, олар үнемі бірге жүреді. Содан кейін де шығар олардың өмір танымы сәл басқашарақ. Өткенде мысалы біз не бар ғой, Қасым кітап баспасы бар, біздің неміз. Соның үйіне бар Қарағандыға.
сол кісі айтып жатыр да маған, мен өзім тек қазақ әдебиетін оқитын едім оған дейін. Шетел әдебиетіне қатты неғылмайтын едім. Сөйтіп ол кісі айтты, шетел әдебиетін оқымасаң сен қылмыскерсің деді маған. Оқу керексің, шетел қазір сен кітап оқып айтып беріп отырсың, шетел әдебиетінде оқып айтып беруің керек. Өйткені білу керек, кәдімгі әлемнен де хабардар болу керек. Сосын осы нәрсе ой салды да мен осы біздің соңғы 3 бағдарламама шетел әдебиетіне уақыт бөлдім сода. Бірақ басқаша екен, шынымен ақ анау адамдардың сөйлесу мәдениеті бөлек. Қарым-қатынасы. Иә, қарым-қатынасы болсын, басқасы болсын, барлығы бөлек. Сол жерде айтып жатыр да ол кісі, Американың жазушыларын көп оқыған екен ол кісі. Линкольн бар, басқа бар, солардың шығармаларын бәрін оқыған екен. Ана жерде мен Американың кез келген жазушысын оқысам да, енді ілгері ғой, енді алдыңғы анау кешегі астымыздағы ғасырдың соңғы жартысынан кейінгі уақыттарды алсақ та, Америкам, отаным деп атқан бірде-бір ақын жазушыны көрген жоқпын дейді. Ана жерде. Америкам, отаным деп атқан ішті. Бірақ солардың бәрі Американы сол білімділер қандай дәрежеге шығарды, мысалы үшін. Американы қазір бәрі таниды ғой Американы. Вот бірінші кез орынға шығып кетті қазір Америка. Қай жағынан болсын. Енді әркімнің өзінің ұлттық коды бар ғой. Мен мысалы үшін салыстырмасам, біздің елімізді басқа ешқандай елге айырбастамасам. Өйткені білмеймін, рахат сияқты біздің Қазақстан рахат сияқты. Жанымыз тыныш сияқты біздің. Болдым, 1-2 мемлекеттерде болдым, көршілес мемлекеттерде болдым. Білмеймін, мен біздің жағдайымыз әлде қайда жақсы сияқты. Түсінікте бөлек сияқты, иә? Біздің Құдайға шүкір жақсы. Осындай егемен елімізде отырып, кітап тақырыбында жақсы әңгімеде отырғандығымыздың өзі зор бақыт қой. Бақытты түсіне алсақ, Алла сондай нығмет берсе, бақыттың негізі не екенін түсінген адам, сол адам бақытты деп ойлаймын мен. Қуанышты кездер болады, қуанышты сәттер болады. Жаңа ғанау бақыт деген не өзі деген сияқты, бақыт деген не өзі деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген асқан байлық емес пе, қажетінше киіпсең бақытсың емес пе. Бір айтады, бақыт деген жүрік мініп той тойлау, ісің болмай күйбеңменен қарын тойса қарт ойнау. Бір айтады, бақыт деген қолың жетпес мансап қой, жұрттан гөрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа бірлік келген, ол да соған келмек қой. Міне осылай мен пікірлердің таласына жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес әр адамға үлестіріп алғанда, өмір бақи іздейді олар таңдап сол бір шақытты, оны ұзақтан іздемеңдер, жүректен тап бақытты дейді да. Енді қараңыз, осы өлең бәріміз жақсы көреміз, бәріңіз білеміз. Мен де білем, бәрі біледі, ол танымал өлең Қазақстанда. Бірақ жүректен тап бақытты деймізде қоя саламыз. Қай кезде табылады ол жүректен? Вот осы нәрселерге өңіле бермейміз да. Кітап осы нәрселерге баулайды бізді шындыққа. Шынымен де мен ойлаймын, Мұхтар Шаханов ағамыз жеткілікті де ойлаймын. Мұхтар Шаханов ағамыз біздің ішті қазақ жазушыларын айтпаймын. Мынау шетелден неше түрлі бір мотивациялық кітаптар шығып жатыр ғой. Әр түрліше үйт, үйткенде бүйтесің, сөйткенде сөйтесің деген нәрселер. Бірақ мен оларды оқымаймын. Өйткені мен Мұхтар Шаханов ағаның өлеңдерін оқи бергеннен кейін, бұрыннан студент кезден оқи бергеннен кейін, маған аналардың айтып жатқан сөздері күлкілі. Өтпейді. Иә, қызық аналардың айтып жатқан сөзі мен бекершілік шығарды ойлаймын. Иә.
тереңінен айтып тастаған ғой. Тана көзді де үлкен достықты олар анаяқтан айтамыз дегенше. Иә. Ғашықтық аламатындағында. Одан кейін мен риза болатын Мұхтар ағаның өлеңдерінен мен қайда барсам да айта берем Мұхтар ағаны. Иә, қайталай да берем. Маған ұнайды. Мен ешкім жоқ кезде де айтып жүрем жігерлендіруді. Мына бала осының бір екі өлеңін айта береді екен деп айтатын шығар, айта берем. Айта берем. Өлгенше. Жаңағы махаббат жетінші түйсік бар, түсінісу теоремасы бар, жігерлендіру бар. Ғабиден Мұстафинға жазған өлең бар, анау Наркөңілдің жастығым әлде оңған арман ба. Жалын деген бар, өтесін замандарым, құпиям көп оқпаған түсінбеген, әкем менің жек көрген адамдарын жалыны жоқ сорлы деп мүсіркеген. Алдан іңкәр үміттің жолын көрем, жанымнан жалын көрем. Мүсіркетпе тағдырым мен ешкімге, мүсіркеген адамның қолында өлем. Ғасырына өн берген, ерлер аз ба шапағатын ел көрген. Жас шағында заманының заңғар ойын меңгерген, керісінше сақал шашын күнге қартқан қарттар бар, жасы жүзге келгенмен. Даңқы асқақ, ел рухын асқақтатқан деңгейдің, жас шағында жалыны жоқ жігіттің, жас шағында дарыны жоқ жігіттің, ертең ерлік жасарына сенбеймін дейді. Иә. Көрдіңіз ба? Ойландыратын сөз. Жас шағында жалыны жоқ жігіттің, жас шағында дарыны жоқ жігіттің, ертең қаяқтан кеп қалатынын білмейсің, бір жерде отыратын болып қалады ғой. Иә. Сондай жағдайларды айтып отыр ғой. Топ етіп бір аспаннан түскен сияқты бір кеп қала салады ғой, бір мінберлерге ше. Бірдеңе масқаруға деген сияқты. Көрмеген. Жоқ, жақсы, ешкімнен ештеңені қызғанбаймыз. Әркімнің өзінің өлшеп берген тағдыры бар, әркімнің ризық несібесі бар. Артықтау қылып жаратса біреуді Алла, ақиретте артық сұрақ барын білгін деген сияқты Серік Қалиев ағамыз айтқандай. Бұл біреудің мансабы, біреудің байлығы, біреудің атағы, бұл сізді тек қана ескертеді, қартайтады болды. Егер де оны сіз пәленшенің дүниесі, пәленшелердікі қалай бола береді, егіндері, түгеншенің саудасы қалай бола береді екені, біздердікі тегі болмайды. Пәленші осылар қаяқтан тауып алады осындай машинаны. Тегіне бұл дұрыс емес екен, ешқандай. Сол үшін өзіміздің өмірімізбен бақытты болсақ, өзіміздегі бар нәрсемен бақытты болсақ, ештеңең жоқ болса да. Мен өзіме таңғалумен келем. Осы көп кітап оқығалы, мен өзіме таңғалумен келем. Не деген қиялдар, не деген ойлар, анау қиял ойларымды мен сым сияқты қылып шығаратын болсақ, жер планетасын бес ора болатындай не шығатын шығар. Өзіңнің ойыңды басқару, сенің нәпсің кейде бір кеп қалады мына жеріңе, біреуге бүйтіп айтып тастағың келеді. Бірақ соны ақыл сәл кешігіп келеді мына жақтан. Соны кешікпей мына жақ шығып кетпей, күтуге тырысам, қандай ауыр, қандай қиын болса да. Өйткені әбден өзім оқыған кітаптардың ішінде сол асығыстыққа барғандардың кейін опық жейтіні сияқты Шыңғыс Айтматовтың анау Шынары менің, Шырайлы меніңдегі Ілиястың тағдыры сияқты жағдайға душар етіп болып жатқандарды да көрем мен ауылда. Ауылда жалпы бізден енді елде деген ауылда дей саламыз ғой. Сол жақсы. Ауылда жақсы, иә. Өткенде ауыл партиясының несінде болдым мен, форумында ше, Жамбылда. Сол кезде айтып жатыр да, қазақ дегенде ауыл ғой, елестейтін. Қазақ дегенде қала енді кейін ғой. Маған айтып жатыр да, мен 2008-ден бері Алматыда тұрамын. Жалпы оның арасында енді сәл-сәл барып келулер болды. Бірақ Алматының баласы болып кете алмадым мен тегі. Менен әлі сұрайды кездескендер. Жетісайдың қай жерінде тұрасыз? Мен Алматыда тұрамын ғой. Сіз Жетісайда тұрады деп жүрміз. Мен сондаймын деймін да. Денем ғана Алматыда. Денеде Алматыда тұратын деп, бірақ жан дүние сол жақта Жетісайда. Білмеймін, өзгеріп кетпедім мен. Орысшада 1 грамм үйренген жоқпын. Талпынбадым да. Білмеймін, негізі үйренген жақсы ғой, күшті ғой, орысша сөйлеп тұрсаң, ағылшынша біліп тұрсаң, ол деген керемет. Бірақ мен қазақша өлеңдер, білмеймін, осылар ұнады маған ше. Жақсы көрем ана. Не деген сөздер ана. Бізде студент кезде өлеңдер жүрді, аудиозапис болып. Ол жігіт өмірден өтіп кетті, актер жігіт еді, Әуезовтің, оны да кейін білдік, таныстардан сұрап, бірақ дауысы жүретін. Анау ең бірінші шыққан, бәріңіз естіген шығарсыздар.
сен жыладың жігітім дегенше тың 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 детствомен басталатын ше. Тың 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 сен жыладың жігітім. Осы өлеңдерді мен тыңдай беретінмін. Ананы бұл жігіттің тағы біраз өлеңдері болатын. Сондай біраз өлеңдер болды. Мен соны тыңдай берем. Үйге келем, бір 2-3 кітабым бар, ол кезде онша ақша жоқ кітапты ала салуға. Білмеймін, сол библиотекаларға кіріп, кітап оқуға да қатты не қылмадық. Бізде центральный болды, бірақ мен өзімдегі кітаптарды оқып жүрдім үнемі. Сол бір кітапхананың ішінде отырып, кітап оқып отырамайды екен. Осы Астанада тұрған кезде кітапханаға барам, апа, үлкен кісі екен, апай. Енді көрініп тұр кітап оқитын ше, ана түсініп тұр жалпы бүйтіп адамдығына ғашық болып қаласың ананың түріне қарап. Өзі ар жағы кең адам, жүзі айтып тұрады бәрібір. Апа қуанып қалды мені көріп. Өйткені менің жасымда кітап іздеп кіріп атқандар некен саяқ екен. Студенттер жүр, не үшін? Басқа вопроспен жүр. Экзаменде бір дайындалу вопростар үшін ғана жүр. Ал жанына аз қалып, классикаға ғашық болып кеп тұрған адамда ол көп көрмейді екен да. Ол маған сөзбе-сөз айтқан жоқ, бірақ бір 2-3 әңгімесімен ол өзінің айтпағын мен түсіндім примерно. Сол кезде мен ең бірінші ол кісіден алып оқыған мына Тахау Яқтановтың Шырағың сөнбесін оқыдым. Сол апа айтты. Мен айттым, апа, жақсы кітап беріңізші маған дедім. Роман, кәдімгі үлкен болса, ішіндегі сөздері, әңгімелесуі, диалогтары керемет болсыншы. Дегенім, осы Шырағың сөнбесін деп. Мынаны оқы бірінші деп. Сосын барып келесің. Кейін осыны оқып апарып өткіздің да, кейін тағы да 4 кітапқа, айтпақшы тағы бір 3 кітап алдым. 3,5 мың теңге тастайды екенсің да, 3,5 мың теңгені тастап, залогқа ғой, сөйтіп 3 кітап алдым да, кейін апаға айттым, апа, егер мен мына кітапты әкеп бермей қойсам не болады деп, онда ақшаңыз бізде қалады деді. Кейінгі барғанымда мен 4 кітапқа алдым. Сөйттім да сол кезде тағы да айттым, апа, мен мынаны әкетіп қалсам не болады деп, ол айтты, ақшаң қайтарылмайды деді. Мақұл, ақша қайтарылмай қойса, зато менде 4 кітап бар. Ескі сол кезде осы кімнің Тахау Яқтановтың Шырағың сөнбесін оқып бітірдім дағыны, бір кітабын алдым тағы да. Не? Ұмытып қалдым. Дүзеновтің бір кітабын алдым, әже деген, ақ әже деген. Сәбит Мұқановтың несін алдым о деймін сол кезде? Адасқандар ма екен? Есімнен шығып кетті. Бұл 2015-14 жылдар. Білмеймін, рахат негізі кітап оқыған. Жақсы кітап оқып жүресің, өмірде сүріп жүресің. Ол бір бұрылыс емес. Кітап оқыған сайын жаңағыдай өзіңіз толығып түсіне бересіз. Қай салада жұмыс жасасаңыз да, ең бастысы өзіңіз ойыңызды толықтырасыз. Біреуге бірдеңені дәлелдеудің қажет жоқ екенін түсінесіз. Біреуге бірдеңені көрсетіп қалу керек екенін, керек емес екенін түсінесіз. Мен неде жүрген кезде, Жайдарман ойнап жүрген кездерде кітап туралы ешқандай әзіл айтқан жоқпын. Жалпы бірақ адамдар менің сөйлеу манеріме қарап кітап оқитындығымды түсінетін сол жерде. Сол өздері кітап оқиды деп ойлайтын. Мен бір есінаға кітап подарт етіп ондай нәрсе болған емес менде. Кітап оқып жүрдім. Сонымен енді осы Алла сол нені себепші қылып бір-бірімізге кітапханада ерке бәріміз осы кітапхана бағдарламасы шығып кетті. Оған дейін де мен қанша сап жүрдім Инстаграмға. Енді мына балалық шаққа саяхат Бердібек Соқпақбаевты енді бұны мектеп жасындағылар оқыса қабылдайтын шығар. Мен сәл өсіп қалдым ау деймін. Бұны оқитын уақыттарда өйткені Аяжанның келетіндері, оның жаңа сол жерде құйтырқа әңгімелері, Шыңғыс Айтматовтың Жампидасын оқып тастаған адамдарға не болмай қалады екен шамалы ше. Ана первый жей берген адам сияқты қаласың ғой, екені күтпей. Сол үшін мен балалық шаққа саяхат өткенде жазып берген екен. Сен өзің оқыдың ба деп жазып берген соны. Сөйлескен кезде де мен ана бір терминдік, болмаса бір осындай бір іс-шаралардың тақырып, соның аясында ғана ондай шеңберді жек көремін.
Білмеймін мен. Барынша жаңа сіз айтып отырсыз ғой балалар жаққа оралайық деп, балалар жақта жүрмін деп ойлаймын мен. Әдемі оралдық қой. Бақыттысың, артаң сайын көзіңді сұлулыққа суарудан қашпасаң, қартайдым деп алдай көрме өзіңді, қарттық жаспен өлшенбейді ешқашан деп. Менің балалық шақтан келген емес, жан дүнием өзіме. Шерхан Мұртаза айтқандай, мен ұйықтасам балалық шағымды көре беремін дейді ғой. Енді ол кісілердікідей балалық шақ болған жоқ, Құдайға шүкір, біздің заманымыз зор болды ғой. Балалық шағымыз, Аллаға шүкір, бақытты балалық шақ болды біздерде. Бәріңіздерде болды. Бәрімізде Құдайға шүкір. Енді тағдырлар бар ғой енді, оны не қыласамайсың ғой. Шығармалардың ішінде бір кейіпкер болады ғой. Өзіңіздің жаныңызға жақын. Сол кітаптарды оқып отырған кезде бәрібір бір кітап өзіңізге жақын, жаныңызға жақын тиіп, сол кейіпкер сіздің қанша айтсаңыз да сол кейіпкер жайлы айтқыңыз келіп, сондай болғыңыз келіп тұратын кейіпкеріңіз бар ма? Бар. Мен жаяу Мұсаны ана ақ сиса, қызыл сиса дегенде ойлайтын, мен оны әшейін тойларда жүретін біреу ғой деп ше. Иә. Құдалықтарда. Мен Сейіт Нақыштың жаяу Мұсасын оқығаннан кейін мен менің өмірімді өзгертті деп айтам, егер шынымен біреу менің көзқарасымдағы өмір өзгерту оның сұрағына сәйкес келе алса, мысалы өмірді өзгерттің кітап болды ма дегенге, ана жаяу Мұса, оның сөйлеуі, мысалы кім айтады ғой, мен ана енді сөзбе-сөз қазір есімде жоқ, бізде еркегі үйсіп айтсаң, ой деп андай не шығады. Неге барады? Бір татар көпестің үйінде болады ғой, ол ауылынан қашып шығып, сол оқимын деп соқта жүреді дағына, біздің Петропавлдың төбесінде карта да жоға көрсете салатын. Сол анау суреттеп жүрсеңізші. Соның төбесінде не ғой? Ом ба? Омск ба? Орынбор ма? Орынбор сәл былайырақ ау. Омск болу керек, я Ом, иә. Сол жерге келеді екен да, сол Петак екен сол. Шымкент сияқты ғой, мынаяқтан Жетісайдан, Шаяннан келесің, ары қарай Астанаға, Алматыға кете бересің. Сол сияқты сол жерде бір саудагердің үйі бар екен. Татар екен ол. Екі әйелі бар екен. Біреумен мен жүрдім десің. Біреумен жаяу Мұса. Жалпы енді үйінің несін құрылымын айтып отқаным ғой. Сол жерде бәрі келіп кетеді екен ғой. Ана императорға баратын болса да соның үйіне келеді екен бірінші. Қазақстаннан кім келеді? Соның үйіне барып жатып, тынығып, бір-екі күн болып кетеді екен. Ана үйреніп қойған, кәдімгі как положено, үйде сап тастаған, кәдімгі қонақтар күтетін несі бар. Сол жерде кімге жаяу Мұса. Тағдырдың несімен жаяу Мұса соның малын үйіндегі жаңағыдай малдарын қарайтын болып, сондай болып жұмыс істеп жүреді. Бір күні Шоқан келеді ол үйге, Шоқан Уәлихан. Шоқан Уәлихан келеді тағына, бұл Шоқан Уәлиханды сыртынан таниды, қызығып жүреді. Сол кезде кімнің татардың бір баласы болады, кім жаяу Мұсамен қатарлас. Сол кезде бөлмесіне кіріп қалған кезде Пушкиннің суретін көреді ғой бұл. Сөйтеді, кім мынау дейді ғой бұл, бекерден бекер ілініп тұрған жоқ шығар, кім мынау дейді. Сөйтеді, ана татар жүре жауап береді, бұл ақын дейді. Қандай ақын дейді? Бұл кәдімгі анандай шындықты, туралықты, адамның жан дүниесіндегі адалдықты, әділеттілікті айтқан ақын деген кезде қалады ғой, жаяу Мұсаның несі жан әлемін сол жерде қалып қояды Пушкинді. Ол дейді, қарап, көңілге соны бөлмесе көп кірмейді, әр кірген сайын сол Пушкинге қарап тұрам дейді. Ананың өмірін елестетіп. Мен мысалы пойызбен кетіп бара жатасың ғой Астанаға. Ана бір айдалада бір 3-4 үйлер тұрады ғой. Сол жерде өмір сүріп көремін мен ше, өзім ана жерден өтіп кеткенге дейін. Шынымен біреулер өмір сүріп жатады, қарап тіршілік байқалады да. Сосын қарайын, мен өзім өмір сүріп көремін ана жерге. 3 сағат өмір сүремін мен ары кетсен жерде. И то кетем деген оймен барсаң. Қалып қоям деген оймен баратын болсаң, ол 1 сағаттан кейін ақ сен тұншығуың мүмкін ана жерде. Енді білмеймін енді. Сөйтіп, сода сол кім Шоқанмен үйіндегі жаңа балалайка бар, гармошка бар, баян, бәрін үйреніп алады ғой. Кім жаяу Мұса? Домбыра ол самосвой. Қандай аспап бар ананың үйінде тартылатын? Бәрін үйреніп алады жаяу Мұса. Сөйтіп Шоқан келеді, Шоқан жақсы көріп қалады ғой жаяу Мұсаны. Адамгершілігі бір тартып тұрады енді ана жаяу Мұса. Болады өзі сондай адамдар, бір тартымды адамдар болады, бір жақсы көріп тұрасың кәдімгі.
сөйлеген кезде оның мен білмеймін, айтып жеткізе алмаймын. Кітапта әдемі не қылады, сөйтіп жаяумыса, Шоқан жаяумысаға ғашық болып қалады ғой. Сөйтіп та екеуі сол жерде енді дос боламыз деп серттесіп, онда ешқандай бір тілмен ештеңе шешілмейді, бірақ жан әлемімен шешіліп қойылады да, ол жаңа ғана жаныңа жаны қосылма, бұл нағыз бедеу қасірет деген сияқты жанға жанға қосылмай дос болып жүргендер қаншама ғой қазір. Досым деп мысалы суретке түсіп, қаншама көпке топырақ шашпаймыз. Жақсылар да бар, шынайылар да бар. Оған болған екен бәрі болады. Дегенмен де ғибрат алу үшін біз бәрін айтып жүреміз ғой, айтып отырамыз ғой. Ағын айтып, қарасын жақсын айтып, жаман тақап қой деген сияқты. Сөйтіп Шоқан әптен жаяумысаны танып, кейін кім келетін болады ғой? Шыңғыс Уәлихан. Шыңғыс Уәлихан сол үйге түсіп, ол ары қарай императорға баратын бола ма, сондай бірдеңе болады. Сол кезде Шоқан Уәлиханов айтады, сіз баратын жаңа көпестің үйінде бір жас қазақ бала жүр, солардың малдарына қарайды екен, байқаңыз дейді ғой үшін. Тұқыр-тұққап жүрмеңіз, сөз бастап жүр. Сол кезде Шыңғыс Уәлиханов шамданып қалады. Шамданып қалады. Кім ел сонша ол менің мысымды басатын еді. Мен әне жерін ұмытып тұрмын, сол жаңа басында айттым ғой, сөз сөз. Бір әдемі диалог болады екеуінің арасында. Сол кезде Шыңғыс Уәлиханов шынымен де Шоқанның сөзі есіне келеді. Сол кезде сәл болсын мысы басып қояды ғой, кішкентай болса да жаяумысаны. Жаяумыса неде Тобылда түрмеде жатқан кезде, анау түрмеде жейтін тамақ жоқ, азанда шығарып жібереді екен. Анау егер мен қашсам, бірінші көрген жерінде мен өлтіріп тастаңдар дегенге қол қояды екен дағыны. Бәрі тамақ жейді екен де, кешке қарай неге келеді екен бәрі. Жаңағы шет-шетінің барлығы стена екен, іші деген қатты суық дейді. Сәл бірінші келгендер, бас жағында бір кішкентай ошақ бар екен. Бірінші келгендер соған сәл паналайды дағыны, кешіп келгендердің бәрі көз алдымда өле берді деді ғой. Ана жерде. Сөйтіп ол сыртқа шығып, бір орыстың үйіне келіп жұмыс жасап жүреді. Малына қарайды, шошқасын астын тазалайтын жер. Сөйтіп ол орыс адвокат екен. Сөйтіп жайлап сөйлесе келе, Датова анау мал қорасының астын тазалауға әшейін болмайтын, тамақ жеуге бола, нанға бола, соған жұмысқа келіп, жаңағы үйдің хозяйыны әйелі үшеуі ас бөлмеде отырып, арқа-жарқа сөйлесіп, кәдімгі 100 граммнан ішіп қойсашы дегенге дейін келеді ғой. Жаяумысаның Датова адамды баурап алатындығы ше. Анау адвокат жақсы көріп қалады. Адвокат ұсынады қоған, надан қалайсың деп. Сөйтіп та, жоқ, ішпеймін дейді. Сол кезде анау Зейтін Ағыштың негізі ғой, тәрбиелік несі ғой, жастарда оқиды. Сөйтіп та, мен де қаламаймын бұны деп, жаңа орыс. Мен де қаламаймын негіз. Мен дұрыс ішпеген жақсы, бұдан кейін де ішпеймін. Мен де ішпеймін. Осындай бір демалыс күндері бір не қыламын да тарт жеді. Жаңа кім сияқты ғой. Дулат Исабековтың несіндегі анау Бонапарттың үйленуінде тұрып алып Бонапарт сүндеттелген Бонапарттың астынан шиша тауып алады осындай, ішінде жартысы бар. Бұны не ішіп жатсың? Дос балдар айтты осыны ішсеңіз тез жадылады. Оны ішуге болмайды деп анау алды дейді да шишаны бірінші алып. Не мынау деп айтты дейді. Несі ғой? Ағасы ғой? Дөржан. Папасының ағасының баласы Дөржан. Ана жастығын астынан тауып алды дейді да Бонапарттың. Мынау не деді? Бірінші қайнаған су ғой деп айтты дейді анау. Қайнаған суға ұқсамайды ғой мынау. Сөйтіп ашты дейді ана. Ашты дағына ескеді да мұрнына сенбей дейді. Мұрнына сенбей тілін тигізді дейді. Тілін тигізіп көрді дейді, ойлан тұрды да оған да сенбеді. Сөйтіп алып мынау арақ қой деп айтты. Екі рет жұтпаған екен. Енді Дулат Исабеков ағамыз өзіміздің жерлес болғаннан кейін ол кісінің әзілдесу несі жаман кіреді маған. Әдем кіреді. Нелері өлтіріп әдем келтіреді. Сөйтіп жаңа ғана неде
сөйтіп айтады адвокат, бұған жақындама, мен де көп ішемін. Сөйтіп анау жаяу болса жайлап интерес қуалайды ғой. Сіз адвокат екенсіз ғой, менің ісіммен танысып көрсеңіз қалай болады екен деп. Менің ісіммен көрсеңіз танысып. Сөйтіп жарайды дейді, ат жөнін бәрін жазып отыр, ертесіне тағы да бір жұмысқа келген кезде айтады, мен сенің жұмысыңмен таныстым. Сенің жұмысың оңайлықпен ашылмайды екен дейді. Тек императордың ғана шешімі керек екен дейді. Ойлаңыз, анау сондай дипломатиялық қатынас жасай білетіндей білім бар да жаяу болса да, ана жерде өмірден түңіліп қалай болады деп өзін тастап қойып отқан жоқ. Наоборот, шығып, шеңберден шығып, күресіп, варианттарын қарап, вообще өмірден түңілмеген, ол қандай қиындық көрсе де. Анау түңілмейді. Жаяу айдайды ғой, бір қысты күні жаяу айдайды. Анау аяқтарына темір кісен, қолдарына темір кісен, ана жүрген кезде темір қажа жібереді аяғын. Сөйтіп ана қастарында мылтық ұстап солдат жүреді екен. Сөйтіп солдатқа бірінші обращение жасайды ғой, жаяу болса. Кім, бауырым, мынаны шешуге болмай ма дегенде, ана заткнес, бірдеңе деп әңгіме айтады. Бірақ ұзақ жол кетіп барады. Сөйтіп жаңағы сол заткнес, бірдеңе деп нұқып қан жігіт бізде ондай ешқандай рұқсат жоқ, оны шешуге деп сөйлеуге барады ғой. Ақыр аяғында. Иә, анау кімнің жаяу болсаның несінің даналығынан ше, біз оны шеше алмаймыз ғой, оны бізге ешқандай рұқсат жоқ. Бізде ешқандай да билік жоқ, біздің билік, бізге тек осы үйсіп сендерді апарып тастаймыз, қайтамыз. Ана жерде танысып келеді, сөйтіп бірақ қана мүмкіндік бар дейді. Бірақ қана мүмкіндік бар. Мынау неде Польшада Чернаев деген генерал Қазақстанның оңтүстік аймақтарына біздерге экспедиция жасау. Жалпы енді солтүстік жақтың бәрін өздеріне қаратып болды ғой Ақпатша. Ал бәрін анандай қылып тастады, Павлодар сондай қылып тастап келе жатыр. Семей палатинск. Енді оңтүстіктің Әулиеатадан бері қарай жерлерді қарату керек. Соған экспедициялық жасақ құрылып отыр. Чернаев деген, оңбаған Чернаевку деген жер бар ғой, солау дедім мен. Мен білмейді екенбіз, Чернаев, оның атына не үшін Чернаевку деп берген. Анау енді зұлым енді атына қарасым. Жаяу мұсаның өзі айтады ғой, Польшаға мен сол Чернаев генералға барған кезде, менің бұған дейінгі көрген қорлықтарым, бұған дейінгі көрген қайғы қасіреттерім түк емес екен, көшенің жағасында құндақтаулы ана баласын емізген күйі өліп жатырды. Соны көрген кезде мен сонымен таразылай бересіздер ғой, Чернаев деген генералдың кім екенін. Қаншалық қатал адам. Сөйтіп, мен роман айтып кеттім ғой, жерде тез-тез. Соған кетіп қалды. Сол неде енді мен анау кімнің айтайын дегенім, жаяу мұсаның сол ұнады маған. Сіздің бір сұрағыңыздан шығып кетіп отыр ғой. Жаяу мұсаның түрмеден шынымен ақ шығады ол. Неге императорға хат жазып, өзі алып барады оны. Сөйтіп мынау неге келеді. Бұл жерде маған ұнағаны жаяу мұсаның ол адам баласының бойындағы көп ресурстар бар екен ғой, жалпы өзімізде түсінбейтін. Адам баласының мына шеңберіндегі мүмкіндіктердің барлығын пайдалана білген жігіт екен да ол. Жаңағы анау өлең айтатын, сөз өнер. Және ол анау императорға хат жаз деп айтады ғой, кім адвокат. Ертесіне жазып әкеп берген кезде, бір оқып шығады дағана, жаяу мұсаға қарайды, мынаны сен жазғасың ба деп. Иә, мен жаздым. Сен жазбағасың мынаны сен. Сөйтіп, онда көзіңізше тағы жазып берем дейді. Көзіңше жазып береді. Сөйтіп, ана оқып болады, мынаң дейді. Ана қарап айтады ғой жаяу мұсаға, қарап тұрды, сен дейді, жаман, өте мықтысың ғой сен дейді. Мынау кәдімгі біздің, мысалы орыстарда Пушкинді айтады ғой, Пушкиннің біраз қолданылған орыс сөздерін басқа орыстардың, жалпы орыс әдебиетінің шыңы да Пушкиннің шығармашылығын айтады. Содан Пушкиннің шығармашылығындағы сол деңгейлес сөз ғой мынау дейді. Қандай бір әшейін қарапайым қолданыстағы емес, келістіріп, әдемі бір жазғасын ғой деп. Сол жаяу мұсаға ондай жігіттер Чимкенскийсің ғой деп айтады ғой. Жалпы да соны жаяу мұсаны айтып отқанды қарап отырып, Чимкенскийсің ау деп айтатын сияқты да. Тапқырлығы, жаңа тіл табыстығы. Енді қазір мына Бала Хамиттің өзінің арманы болды ғой.
бала Хамиттің арманы болды. Одан КВНде ойнап жүрдіңіз. Одан кейін барып осы мына кітапханаға келгеннен кейін мына жан-жақта әңгіме айтып, жеткізіп, қазір ол кітапхананың өзі үлкен тәрбие құралы болып тұр да. Қазір көрген балалардың өзі қазір сол кітап оқығысы келіп, ұмтылғысы келіп отырады. Осы үшін сізге рахмет айтамыз. Бірақ сол бала Хамиттің арманы осы ма еді? Былтыр 20 жылдық болды ғой бізге. Класс жетекшім айтты, Хамитті футболист болып кететін шығар деп ойлап еді. Футболшы болып кететін шығар деп еді. 98 жылғы чемпионат мені қатты әсер еткен маған. Сол кездегі футболды ойнап, бірақ менің арманым актер болғым келіп па, білмеймін, үнемі бір көпшіліктің алдында жүргенді қалайтын сияқты болады ма? Сиыр бағып жүріп, мен сол біреу мені көріп тұрған сияқты бірдеңелер айтатынмын, өлең айтатынмын. Сиырмен, диалог. Сиырлармен сөйлесе беремін, аттар болып қоятын. Бір сондай қызығушылықтар болды менде, бір жеке кейінгенен жаңа ғанандай бір военный боламыз дедік, ол енді кез келген жігіттердің айтатын. Кейін жаңағы спортшы боламыз дедік, боксшы боламын дедім, футболшы боламыз дедік. Сөйтіп темір жолға оқуға түсіп кеттік қой. Мен енді қазір түсінгенім, жаңағы орындалған кіші мақсаттан орындалмаса да ұлы мақсат артық дейді ғой. Жаңағы жігітте арман өлсе не қалады деген кімнің, Қадыр Мырзалиевтің өлеңіндегідей. Арман өлген жерде жігітте өледі деп айтады жаңағы. Кітап жоқ жақын жерде. Қадыр Мырзалиевтің сол несін оқып көре саларым. Жаттап та алмадым мен соны. Жақсы реклама болды енді, уже оқиды енді оны. Қадыр Мырзалиевтің арман жайында жазған біраз өлеңдері бар, аз-аздан. Сол айтады, соңында жігітте арман өлсе не қалады дейді. Сол сияқты бала күнде неше түрлі армандар болды. Менің қазір түсінгенім, мен барлық нәрсеге қызықтым ғой. Мені әпшем, менің 82 жылғы әпкем, мынандай бір операция үстінде кеп қалған ғой. Үлкен бір сиырлардың үстінде кене бар ғой. Соның біреуінен қан алып, екіншісіне өткізсем қалай болады деген ой болған ғой менде. Сондай басқаларды айтпағанның өзіне менде сондай бір қызығушылықтар болды. Адам қызға бергенсі, әлі сондай мен көп нәрселерге қызға беремін, оқығым келеді. Кітапқа да апарған сол қызығушылық қой. Адамның жан әлемі, мысалы маған қызық болды, жабулы тұрған кітап қызық. Ананың ішіне мен орысша кітаптардың қасынан өткен кезде орысша түсінбеймін, бірақ ананың сол 1650 жылдар жазылғанда қарайында сол жылдарға барам, ана парақтарды қалай жазды екен, ерінбей. Мынандай кітаптарды жазып тастағандар бар ғой, ерінбей жазды екен. Оның сол жазып отқан адамның әлем танымы, оның ойлау қабілеті қалай болды. Ол сонда анау кітапты жазып отқан кезде әр жазу парағынан ләззат алды ма екен, қалай ерінбе деген, қай жеріне келгенде демал деген осындай вопростар болады да, сөйтіп кітап оқып кете беремін. Мысалы мен Мұхтар Шаханов ағаның маған кейбір өлеңдері бар, барлығын деп айтамаймын. Бәріміз адам баласымыз ғой, бұл кісілер де адам баласы. Қатты ұлықта жіберудің де қажет жоқ та, кәдімгі өз биігінде неғылымыз керек. Өткенде бір жерде Абайды қатты пайғамбардан да жоғары қойып тастаған бір сұхбаттарды көрген кезде қатты ондай ненің керегі жоқ. Надандықтың біліммен қарайтын болсақ, әркімнің өзінің шығар шыңы бар. Сода мен Мұхтар Шахановтың бүкіл ақын жазушылардың ішінде мен салыстырмалы түрде айтпаймын. Мен таңырқаған кейіпте айтатыным, бұл кісінің жазған әр қатарында мағына бар да. Әр қатарында. Сосын Төлеген Айберген не дейді? Егер түзу шықпаса кей бәйтерек дейді. Қисықты да біз түзу деп ойлар едік қайтерек дейді. Қазіргі қарап тұрсаңыз, мына менің әлеуметтік заманның вайнның жылдары болды ғой, бір жылдар. Бәрі актер болып кетті ғой сол кезде, мысалы үшін. Әрмен суретке түсіп, бүйтіп неғын қызы. Мен енем бар ғой, ешкімнен жаңағыдай айтқанда, ешкімнің ол подписчигі тауып отқан табысығы маған қызық емес. Бізге қонаққа келді. Сондай жаңағыдай вайнерлердің несі ғой, ол да шыңына шыққандардың бірі. Келді сол кезде, ол қатты танымал енді.
сен мен адамдар суретке түседі ғой деймін да. Иә. Сол кезде сен ішіңде мынандай сұрақ бола ма? Қай өнерім үшін менімен түсіп жатыр суретке деген сұрақ бола ма болмай ма десем күледі да. Деді. Мысалы мен ыңғайсызданамын. Кейде менімен суретке түсіп, мені әлде қандай қылып өйстіп күтіп алып шығарып сап жатқан кезде мен тағы да бірдеңе істесем бе екен деп қаламын ше. Иә, бір қарыздар болып ше. Немен айналыссам? Тағы не істеп берсем екен, үйлеріне барып бір От жағып берейін ба? басқа бір физикалық сыловой тірліктер болса да істеп берсем екен. Өйткені сіздердің мына құрметтеріңіз, сыйластықтарыңыздың биіктігінен мен әрқашанда өзім төмен көргем. Білмеймін, бұл қаншалықты жақсы, жаман. Неден басталып еді өз әңгіме? Мен анау Шыңғыс Айтматовтың несін шығармаларын көп оқығаннан кейін ба, өзім осындай қиялыма бір әңгімені бастап келе жатып, неше түрлі әңгімелерді айтып кете беремін. Бала Хамиттің арманын қаяқ кетіп қалғанын білмей қалды қазір. Жоқ, әлі сол ғой сол. Ол арман өлмейді ешқашан. Сол бала күннен армандап келе жатырмыз. Армандап. Ол арман нені армандау керек екендігін түсіндіп, ол арман мақсатқа айналу керек екенін, мақсат амалға айналу керек екендігін түсіндірді сол армандар. Көбісінде амал жоқ. Армандап жүре берсең, армандап өтіп кетесің өмірден. Қиял болып ше, армандап, мынандай болса, анандай болса ғой деп. Ал ол арман аз да болса, тез мақсатқа көшіп, мақсат амалға көшкен күні бізден бақытты адам жоқ негізінде деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет. Мен бір сұрақ қойып мынау қазір енді барлық салаларда, әлеуметтік желілерде, тіпті бүкіл біздің өмірімізге кітап өз несімен еніп жатыр, жарнамаланып та жатыр. Сіз енді жаңа айтып қалдыңыз, актер болғым келген деп. Мен өзім Келінжан сериалын сіз түскеннен бастап қарадым. Сол кино саласында кітапты сол жерге енгізе алдыңыз ба, немесе біз қалай кино саласы енді үлкен бір жарнаманың үлкен бір дәріптелудің саласы ғой. Соған қалай енгізе аламыз кітапты, немесе өзіңіздің басыңыздан өтті ма сол? Негізі солай шығар болу керек деп ойлаймын мен. Актер, кез келген актер, олардың бәрі кітап оқу керек деп ойлаймын. Иә. Өйткені мен бір-екі съемкілерде болдым Астанада. Бір-екі ситкомдар түсірген кезде съемкілерде болдым. Сол кезде бізге бас рөлде ойнайтын қыздарды драма театрдан әкелді. Мына бірінші тұрғанын бересеңіз, соны танимын да мен. Осыны танып тұрсыз ба? Осыны танимын. Жаңағы ұзақ қарап тұрам дедіңіз ғой сыртынан. Осының ішінде не бар екен дегендей. Сода ше, сода. Сол кезде жаңағы қыз бас рөлді ойнап жатқан. Бас рөлді ойнап жатқан қыз. Осының ішінде деп айтайын деп тұрған сабақтар отырсыз ғой. Жоқ, не да? Сценарийдегі, әнердегі жазылған сөзді ұмытып қалса, тоқтап қалатыр да. Болды, бітті. Басқа детальдар жоқ та, орнына қолданып кете салатын ше. Сол кезде мен кейін бір отырған кезде сұрадым, пауза кезде, кітап оқисыз ба десем, кітап оқу жоқ деп не қылады да. Кітап оқымайтындығын кітап оқитындардан биік қылып жауап береді да. Сондай ғой қазір көп жерде байқасаңыздар, сол кітап оқитындар қарғындағы сияқты ғой, қарғында сұрайды ғой қыз әкесінің көмекшінен сұрайды сол кезде терезеден пойызға қарап тұрып кітап туралы әңгіме басталып кетеді да, қыз арасында соңында сұрақ болады, сіздер кітап оқисыздар ма? Ой, бізге кітап оқыған қайда? Бізде кітап оқуға уақыт жоқ қой. Біздер елге қызмет жасап жүрген адамдармыз ғой. Елдің қамы мынау бір әңгімені көбейтіп жіберді дейді. Сол кезде қыздың ойымен Дулат Исабек қоғамның несін жазады. Осылар оқу керек еді ғой негізі кітапты. Шынайы келбетінде. Осылар оқу керек еді ғой негізі. Бұл негізі солай еді ғой. Сондай сияқты жаңа сіздің неңізге мен сол кезде не қылдым? Драма театрда істейтін актриса, қасында басқа да актрисалар барады. Үлкен актрисалар тез қабылдайды мен жастарға қарағанда ше. Мен айтамын да, кітап оқымаған қазақтың драма театрында кітап оқымайтын актриса қалай жұмысқа кіріп жүр деп сұрап мен қасымда. Айтсам ол үндемейді. Дұрыс айтасыз. Мысалы мен неде былтыр Келінжанға түстім ғой 6 сезонда. Сол кезде бізде редактор болады, сценарист отырады анау жерде, сценарийге қарап отырады. Бізге ұмытып кеткен текстерімізді, еске түспей тұрғандарын түсіріп айтып жіберді. Сол кезде маған оңай болды.
міне аллаға шүкір осы алланың қалауымен осы кітап оқығандығым сол бір оңай болды. Мен қазір енді түсіп жүрмін ғой онша кинолар болсын, сериал болсын. Мен қиналмаймын. Мен ана айтып жатырмын ғой, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін айтып жатырмын, ана жерде бүйтіп тұрып. Съемка өткеннен кейін жаңағы редактор қыз айтып жатыр. Мұғалім болғансыз ба дейді. Мектепте жоқ, мұғалім болмаған, бірақ қазақтың жастарына бейжай қарай алмаймын. Оларға айтарым бар, қай кезде де. Ол соқсам деген адамға, жігітке майдан табылады әрқашанда. Күресем деген жаңағыдай біреуге бірдеңе үйретсем екен деген адамға да. Қазір арман дегенді таба алмай қалсам жаман болайын деп тұр ғой. Сол жаңағы актердің шында да білімді болу өте маңызды да. Аязды да шақырады ғой киноға. Киноға шақырып, Әбілқайырдың рөлін ойнап, Сабалақтың несіне барады жаңағы, лашығына. Сонда ғана Әбілқайырдың кімнің Бұқар үшеуінің отырғандағы қайғыдан мұң шегіп отырып, алдына қойған басты мүжи алмай отыратын Әбілқайыр бар ғой. Сондағы асын басты алдына қойған кезде не істедің енді десем, ой менің алдыма бас қойып, рахаттанып мүжіп отырдым дейді. Ал енді ол кітапта, өмірде ол мүлде басқаша. Ол кезде қайғы қатты басына тиген Әбілқайырға аспатпай отырады да, ал оны түсінбеген біздің актер рахаттанып бас мүжіп отырған ғой анарда. Енді кинода ана тарихпен екеуі тура сәйкес келмейді бір-біріне. Соны біліп тұрмағаннан кейін, айтып жеткізіп жібере алмағаннан кейін ол кино мен сценарий екі әлем болып кетеді. Мына жерін қараңыз, мына бір өлең әдемі да. Аңсайсың деп балалықты кеңірге, жүрегіме бере алмаймын өмірде. Үлкендерді көріп жүрмін, досы жоқ, доссыз бала көрмеп едім өмірде дейді. Мысалы, үлкейген сайын адамдар ажырай береді ғой, армандар қуылады, ойлар өзгереді, соқтығысады әркіммен. Жаңа ана кімнің Қолықбек Естеулеттің ана бір өлеңімен сабақтасады да бұл. Балғындау болған сол бір сәт, қазірде бірақ сірідей. Айырылып қалдым көбіңнен өледей және тірідей дейді. Неужели ойландырмайды ақыл есі түзу адам ше осындай өлеңдер? Ойланады ғой. Мен бәрі оқыса кітапты, сонда біздің енді елбасымыз айтып отқан болатын болса, ол бекерден бекер емес қой, просто сана биігі дұрысталып барады да бізді. Бәрі ойланып кеткен құсап отыр маған қазір да. Ол бағанағы әңгімелердің өзі жүйесі ішіне кіріп кеткендей. Күнделіктік. Сіз ба? Сіз өзі тұңғиыққа түсіп кеткен сияқтысыз. Сұрақтарыңыз жоқ па? Сұрақ болса қоя беріңіздер, мен мынаны іздеп отыра берейін. Кітапты ашып отырып, соны үшін жауап бере береміз. Деймін ана. Одан кейін андай, мен 4-5 кітапты қатар оқып жүре берем. Қайырып қоям да, біреуінен ішім пысып жатса, басқа бір кітаптың қайырып қойған жерінен жалғасып ананы оқып кете берем. Анда телевизор көрген сияқты ғой, басқа каналға қойып. Білмеймін, миымды ашытпайды кітап оқыған. Мен ана кейде не қылам, бір Инстаграмға бір өлең оқып сақ қоятын бар арасында. Өзім үшін. Мен өткен ана қарайым дейді, бар астына музыкалар қоям, ана өлең қалай шығып жатыр, қаншалықты жүректен шығып жатыр, қаншалықты ақын соны солай жазғандай жеткізе алып жатырмын. Соны түсінуге тырысып жасаймын да мен. Сөйтем да соны қарап отырамын дейді өзім. Егер ойын көңілімден шықса, көре берем ананы. Өзіме жатып алып көре берем. Ондай кездерде келіншегім, бала шағам жақындатпайды қасыма. Ешкім мазамды алмайды. Кітаппен бүйтіп отырған кезде жақындатпайды. Ол кезде вообще кетіп қаламын басқа әлемде. Өзге әлемде жүр дейді ғой сізді. Балам келіп бірдеңе сұрап тұрса, ана жерде андай басқа жақтан келіп тұрған сияқты болады да. Алғашқы кездері ұрыс береді. Кетіңдер шығар, мен жұмыс істеп жатырмын деген. Сөйтіп бұлымның әділетсіздік екендігін де мен өзім түсіндім. Қазір өйтпеймін, мен сәл тоқтайымдан жауап беріп, не үшін келдің? Мамаңға бар. Бәрібір шешіп бермейсің да проблемасын. Мамасына жібере саласың. Зато ұрыспайсың. Қайттан әлемге қайт кіріп кетесіз. Жаңағы әлеміңіз бір оңайға кіріп шығып жүре береді кейінгі уақытта. тыныштық алғандай болып отырмыз. Енді осы заманда қос кеуде заманы деп атап жатырмыз. Барлық потребность жабылған, барлық адамның қажеттіліктері жабылған, адамдардың санасы, ойы барлығы TikTok, әлеуметтік желі болып кетті. Енді сұрағым, кітап
көп оқыған психологтың алдын жағаламауға, ертең жан дүниеңді басқа жақтан іздемеуге алып барады ма? Осыны сұрағым келді. Өйткені балаларымыз мысалы 4-5 сыныпқа шейін көп кітап оқуға тырыстым да. Мен 5 сыныптан ары қарай нешқа ктл-ға дайындағым келеді. Өйткені білім ғылым жолына жалғастырғанын қалаймын ары қарай. Бірақ бір жағынан ойлап қойып, әлі де алған дүниесі аз, ертең өсе келе бұның алған кітаптан алған құндылығы, бізден отбасынан алған құндылығы, ертең тағы да психолог керек маған. Мен өмірімде осындай проблемалар бар деп аралап жүрмей ма, жағалап жүрмей ма, сол қалай болады деген. Кітап психологтың орнын алмастыра ала ма деген сұрақ. Иә, деп қоясың. Негізі мен өз басым сондай психологтарға енді білмеймін, енді әртүрлі өмір бар, әртүрлі тағдыр бар, көптің бәрінің көңіліндегіні айтамайсың ғой бәрібір. Мен жеке өзімнің өмір шеңберіммен ғана таразылаймын сұрақтарды. Мен айтқаным ол бәріне жауап берген емес. Мен өзімнің бала шағамның тәрбиесіне басқа біреулердің пікірінің кіргенін қаламаймын. Ол маған кірсін, басқа біреулердің білімі. Менен шықсын сүзгіден. Сөзбен емес, скорее всего, іспен. Бірінші кітап сіз оқыңыз деп тұр ғой сізге. Иә. Кітап оқысаңыз, мысалы, қандай кітап? Бұл не ғой? Әлі де көп жерде түсіндіре алмай қалатын сияқты. Зиян ба, пайдалы ма? Кітап оқу деген жалпы ана сұлулық қой, сұлулық бұл жүрегімізді аша білу. Құдайдың бізді қаншалықты кәдімгі кең қылып жаратқандығын санамыздың да, жүрегіміздің де, жан дүниеміздің де бір ғажап қылып жаратқандығын түсіне алу. Осы нәрсені түсініп, осы нәрсеге толықсыған кезде біз атырабымызға өзінен өзі сәуле шаша бастайсың, жылулығың тие бастайды. Жақсы сөздерің, егер дәулетті болып жатсаң, былай да көмектесу деген сияқты. Бұның барлығы кемелдендірмей қоймайды ғой. Егер жаңағыдай санаң дұрыс болатын болса, амал ниетке байланысты, егер ниет дұрыс болатын болса, жаңағыдай біреулер үшін бір қоғамға пайдам тигізем деп те емес. Ол да әділетсіздік. Кім қоғамға пайдам тигізем деп бәрін жапырып келе жатыр? Ол өзі үшін өмір сүріп жатыр ғой. Бала шағам үшін, айлық алу үшін, өзіміз үшін әділ, адал жасалған жақсылық бұл қоғамның пайдасы. Ол қоғам пайдасы үшін істеп жатырмын деген нәрсе, бұл әлі сенің істемеген ісіңе жасап отқан әділетсіздік және де өтірік деп айтарым мен. Сен өзіңді дұрыс адам қылатын болсақ, біз мына егемен елімізге сол дұрыс адамды біз сыйлайтын болсақ, 20 миллионның ішінде бізде бармыз ғой. Соның ішінде дұрыс қарай білетін, адамдарды кешіре білетін, адамдарды жақсы көре білетін, өмірді түсіне білетін адам сыйлай алсақ, міне елге жасаған пайда сол. Ең бастысы өзіміз, жаңағы кітаптар біздің өзімізді өркендетсе, өзімізді кеңейтсе, біз басқа біреуге, басқа адамдар оның пайдасын сезеді ғой. Алла әділ ғой. Сол үшін де андай ниет өзіміз дұрыс салсақ екен, өзіңді түзе. Шапаны Шәкәрімнің өлеңін білетін едіңіз жатқа, соны айтып жіберсеңіз. Қайсыздан? Біреудің менен тергенше, абайдікі ғой, ол өзіңмен күрес өлгенше деген сияқты. Өзіміз үшін. Кітапты баламды тәрбиелеймін емес, өзіміз үшін. Өзіміз де әлі тәрбиеленіліп келе жатқан адамбыз біз. Еш уақытта мен бітірдім білімді деп айта алмаймыз. Еш уақытта. Имам Ахмад айтқандай ғой, мен әр бір нәрсені білген сайын өзімнің ең білімсіз екендігімді түсіндім деген. Білім деген сол. Өзіміз біле берсек, қарасаңыз, қызыңыз да сіздің атыңыздан келе жатқан өзіңізде байқамай қаласыз. Жай ғана өмір сүре беру керек, болды, анандай бір бүйтіп, мына жерін мен жасаймын деп, ол да керек емес. Мына бір оқыған, осы сияқты болайшы мен, ол да керек емес. Оқыңыз, тебіреніңіз, жылайтын жерінде жылап алыңыз, демалыңыз, күлетін жерде күліп алыңыз, рахаттаныңыз, жауып қойыңыз, тағы да кітап оқыңыз, күліңіз, рахаттаныңыз, жылаңыз, өксіңіз, қайғырыңыз, уайымдаңыз. Ана оқиғаларға жауып қойыңыз, үстіп жүріп, дұрыс оқып қаласыз өзіңізде. Ол арнайы бәндегі нәрсе керек емес. Мысалы, алып, мына жерде балам айтамын мен деп.
аға балаңа айттың ол сол жерде қалды ол сенің де есіңде жоқ баланың да есінде жоқ. Бала Психологқа сондай бардың, психологтың айтқаны сол кабинетте қалады ол өзі не айтып жатқанын өзі жақсылар да бар, көпшілікке топырақ шашпаймын. жаңағы алып методикалық мына мектеп бағдарламасындағы жасалып жатқан көп психологиялық нелер бағыттар дұрыс. Мына кейін келіп біреулер әйелдер проблемаңды шешіп беремін деді ғой, сол өзінің проблемасын шеше алмағаннан кейін сол жұмысты жасап жүрген кісілер көбісі ақша табу үшін өзінің проблемасын шеше алмағаннан кейін ақша табу үшін сондай нәрселер жасап жүрді. Бірақ негізінде білмеймін. Негізінде ол ақиқатты білген адам басқаша болады ғой. Шатастырып та жіберіп жатыр ғой бір жағынан. Шатастырып жіберіп жатыр ғой. Шағасына шатасып қаласың. Бүйтіп қаласың, ананың айтқанымен жүру, өзіңнің айтқаныңмен жүру, күйеуің басқа нәрсе айтып жатыр деген сияқты. Мына үлкен психологтың бірі, мына Шыңғыс Айтматов, психолог қой, неге сіз психологияны айтып жатсыз ғой. Үлкен Шыңғыс Айтматовты оқыған адам психологияны меңгере алады. Шығармаларын оқыған адам. Дулат Исабековті оқыған адам психологияны меңгере алады. Толстойды оқыған адам психологияны толық меңгере алады. Одан кейін сіз өзіңіз қорыталасыз да. Ең жақсы жері сіз психологқа тәуелді емессіз. Психолог сізге тәуелді болып қалады ғой бәрін оқығаннан кейін. Дұрыс айтасыз. Анау Шыңғыс Айтматов та сондай ғой. Ол кісінің психологиясы деген мүлдем басқаша. Оның жампидасының өзінде бүкіл табиғатта кеп ең соңында міне бүйтеді. Жігіттің жолбарысы арланы бар, ақиық арғымағы тарланы бар. Жұтаса мал дәулеті оқасы жоқ дейді. Жұтаса мал дәулеті оқасы жоқ, татитын мал дәулетке арманы бар. Жігіттің жолбарысы арланы бар, ақиық арғымағы тарланы бар. Немене ажал деген, артында ердің татитын бір ғұмырға арманы бар. Сол арман сәйгүлікті тағалады, бәйгеге жарайды деп бағалады. Артында қалады арман жігіт өлсе, жігітте арман өлсе не қалады дейді. Міне. Артында қалады арман жігіт өлсе, жігітте арман өлсе не қалады. Енді бұл жерде бұл кісінің айтып отқаны, жаңағы сен бала шағаң ғой, арманың. Артында жігіт өлсе арманы қалады деген сөз ол сенің миыңдағы арманың ауаға қақ кеткенін айтып отқан жоқ қой. Сіздің жалпы арманыңыздан шыққан нәрселер ғой. Мысалы, сіз бірінен армандадыңыз ғой, соның жемісі бала шағаң кеше бойдақ кездерде біздің бала шағамыз болса деп армандадық, оған дұрыс тәрбие берсем деп армандадық. Бүйтпейтіндер де бар негізі өмірде. Үйтпейтіндер де, әшейін өмір сүре беретіндер де бар. Наверняка жүре береді, тисе терекке, тимесе бұтаққа деп. Өкінішке орай сондай отбасылар көп қоғамда. Мен соны айтып отыр, Қадым Мырзалиев, арман. Жаңаға жігітте арман өлсе не қалады дейді. Жаңаға арманы өлгендер стандартты өмірге көніккендер. Жұмыс жасады, ақшасын табады. Үміт жоқ. Солай шығар да ойлаймын, арманды жеткізе алдым ба? Ішінде бір нәрсе бәрібір тұншығады ғой дегенде адамның шыққысы келіп жас кезінде бір нәрсе істегім келеді. Қалай айтсам болады, мысалы мен де өзімде болады, сондай сезім өмірім бос өтіп барады ғой, мен басқаларға да не істейінші сондай. Жазып көріңіз болмаса, жазып көріңіз, өлең қылып жазып көріңіз. Жоқ, өзіңіз ғана оқисыз ғой, ешкімге оқып қойыңыз. Міне жеріңізден жазыңыз. Болмаса Мұқағали Мақатаевтың Фариза Оңғарсынованың несін оқыңыз. Ақұштап Бақтыгереева бар, Күләш Ахметова бар. Енді әйел нәзік жандыларға, жаңағы кім айтқандай, түсіну үшін әйелді әйел болып туу керек деп, кім Ұлықбек Есдәулеттің әйел махаббаты деген өлеңі бар. Әйелдерді айтсаң құлады ғой мұна. Әйел болып туу керек деп құлады. Оңай емес болды ғой. Жаңа ол сізмен екеуіңіз біраз сөйлесу үшін бір шай ішу керек сияқты оған отырып та әңгіме айтып, балаларды алып дегендей. Мен электронды кітап кейде аяқ астынан бір кітаптағы бір мағлұматтар керек болып қалады, сол кездерде ғана жүгінемін. Ана бір кітап бар еді, соның ішінде мынандай не керек болып жатыр еді, кітап табылмаған кезде интернеттен қараймындағыны электронды кітаптың ішінен тауып, соған жақсы электронды кітап. Соған жақсы. Былайша оқығанға мынандай кітап дұрыс қой, жақсы сол. Ана электронды кітап біріншіден көзіңді ауыртасың, екіншіден анау тарық тастайды ғой, бірдеңенің ішінде отырған сияқты. Кішкентай жерде отырып, ана әріптер деген
оны дәуітіп оқисын, айналып кетеді арасында, смс келеді, болмайды телефонда. Керек Әшейін жарайды. кітап рахат қой. Қайырып қойып оқы. Мен ешкімге ақыл айтпаймын, ақыл айтқым келмейді. Ақыл айтсам, мен өкінемін. Өзім балама ақыл айтуға әлі лайықпын ба, лайық емеспін ба, ол мәселе мені толғандырады. Оңашада қиналамын, қайта-қайта ойланып. Барынша аз сөйлеуге тырысамын. Енді біздер қазір сөйлеп жүргеннен кейін қорқамын, не айтып қояды екенбіз деп. Жаңағы мен айтқан тарихи кітаптарды оқысаң, мен өзім сияқты азаматтардың сол заманына қалай жүргендігі менен сұрайды. Жаңа анау батырларды сұрайды да. Бүкіл батырларды кім туралы айтты, Қабанбай туралы, Бөгенбай туралы, Наурызбай туралы, олар қандай болған деп сұрайды да. Мен айтамын, анау Ілияс Есенберлиннің несінде, көшпенділерінде анау Себан Рабдан бірінші не беретін, қазақ жұртына ең бірінші шапқыншылық жасайын деп атқан кез әдемі алып келеді ғой. Шекарада тұр дейді да. Жоңғардың әскері шекарада тұр дейді. Аспан бірді аспан бұлттанып тып-тыныш болып қалды дейді. Кәдімгі шариғатпен де сәйкестендіріп алып келеді да. Бір жерге бір апат келетін болса, ол жерде аспан бұлттанады деп айтады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Соның хадисінде келеді. Сондай тып-тыныш болып қалды дейді. Тіпті ары бері жүрген мынау ұшқан құс, жорғалаған нелер де болмай қалды, тып-тыныш болып қалды. Ойлаңызшы, шекарада жоңғардың суық қаруланған үлкен қолы тұр. Бір ғана нені күтіп тұр, команданы күтіп тұр, қазақтың жеріне шабайын деп тұр. Олар елестетіп көріңіз. Елестетіп көріңіз. Елестете де алмаймыз біз. Таптавош қазір андай не болып кеткенімізді, андай ше рахат болып кеткенімізді. Бәрі дайын. Сол уақытта осы елде болған азаматтар ғой олар деймін да, олардың несін сұрайсың менен. Жаңағы Қабанбай, Наурызбай, Батыр баяндар. Сондай заманда елде болған азаматтар олар. Араны ашайын мен. Бұраға кітап келатыр, байқаған шығарсыз. Лебіз кітабы деген. Қызыл кітапқа еніп кетті. Қызыл кітапқа енейін деп тұрсыз құдай қаласа. Қалай жазылады деген бір қарап олай десеңші. Мен нем жазайын, ә? Сіз жай жауап бере берсеңіз жаңағын. Енді жай сол. Сұрақты әдемі түсінген. Баршаларыңызға көп рахмет негізі. Келген барша мына қатысушыларға. Бүгін енді жақсы алатын дүниені алдық деп ойлаймын. Дұрыс па? Жастар жағы әсіресе қанша әңгіме болды. Мына енді келген қонақтың өзі барынша шешіліп, оқыған кітаптарын, көрген кейіпкерлерін, оны елестету. Жаңа айдалада кетіп бара жатқан кездегі 4 үй, 3 үйдің ішінде қалай өмір сүремін? 1 ай, 1 жыл, 3 ай деген сияқтаны ойланып көруінің өзі қандай ғанибет. Сол кітаптағы кейіпкердің орнына өзін қоя білуі, ондағы сөзді алу, жалпы кітаптағы мотивация, бүкіл сіз іздеп жүрген мотивация ол кітапта жатыр. Сіз іздеп жүрген бүкіл психологияның жауабы ол кітапта жатыр шынында да. Ол кітапты бұрынғыны оқымағаннан кейін өзің жауабыңа өзің айтып тұрсың, бұрынғыны білмегеннен кейін бүгінгіге қалай қадам, бүгінгі қадам басу үшін бұрынғыны білу керек деп. Кез келген кітапты ал. Кез келген кішкентай кешегі Бүкірдің өзі, Есболат Айдауосының Бүкірдің өзі ең қысқа роман сол. 64, 64 бет. Ең қысқа роман қазіргі. Соны алып оқыңдар. Оның ішінде де қанша тағдыр жатыр, қанша дүние жатыр. Иә. Бәрі бар ішінде. Психология да бар, жетістік те бар, өкіну де бар, бүкіл арман да бар, барлығы соның ішінде жатыр. Сол сияқты қысқа шығармадан бастай берсеңіз болады. Оққан сайын білімің көбейген сайын төмен қарай түсесің. Төмен түсесің. Тілің байланады, төмен қарай түсесің. Біреу туралы пікір айтудан қашасың. Біреудің артынан ғайбат айтудан мүлде қашасың, кейін қарай түсесің. Ал білімің таяздаған сайын жоғарылай бересің. Топ етіп түседі да. Ол кезде елдің бәрін үстінен жүргім келеді, таптап жүргім келеді.
айқайлап бірінші сен ғана көрініп жүргің келеді. Ал білімді болған сайын артына қарай кете бастайсың. Құдай рахмет деп жүресің артта. Айтыңыз. Айтыңыз. Бұл дүние жүре берсең жүз жара, кейде жаз, кейде көктем күз қара. Әрбір адам өзі үшін бір дана, әрбір жандар өзі үшін бір дана. Арман алға келе қоймас қанша сен, жүргеніңмен түнектей боп мұңдана. Оқы түсін сезін бәрін ойлап көр, сонда қайғы емес бақыт болар мұң жара. Бірақ адам бола берсе құрдана, пайда тиер тимес бір жанға, іспен көрсет әрбір дана. Ісіңді ойлау деген болады ғой құлда да, сөйлеп қалсаң мін тағады міншілдер. Не деп отыр көсем бұл бала, сансыз қиял болғанымен санаңда, іс шешеді барлығында бір ғана. Ой, бәрі. Қалағыңа нұр жау. Анау айтқан нелерді барынша түсініп ойлануға тырысса, сонда тез жаттайсың. Өлеңді ше. Анау келіп жатыр, кетіп жатыр дарындар. Қара бұлттай қайғы жапты бөлмені. Адамзаттың алғар ұлық қыраны Лев Толстой жатыр еді өлгелі. Көру керек тау же, көрдің ба? Әйелі кеп қолын сүйіп жылады. Тежей алмай мінезімнің тасырын өзіңменен өтті қанша ғасырым. Мен бейбақты кешіре көр, кінәм көп, кешіре көр асылым. Ана айтқан өлеңді сен түсініп, сен айт оны. Өзі жазған ғой оны, е? Осы жер жазың ба? Өзің шығардың ба сен? Молодец. Өзің өлең ба мынау? Молодец. Онда вообще другое дело. Мен біреудің өлеңін оқып жатыр екен. Бүгінгі шараға. Молодец, керемет. Көп өлеңдер жазасың ба? Көп жаза бермеймін. Кімдерді оқисың? Шахановты оқисың ба? Төлеген Айбергеновті оқисың? Сен осы кісілерді көп оқы, сонда шыңдаласың. Сонда ана айтатын ойыңда кеңейеді, сөздеріңде салмақталады, ударларың күшті болады. Мастер класс қой. Жаттық. Ол да саған жаттығу ғой. Иә. Спорт залда жүрген боксер сияқты, сен де кітапханада жүрді күнде. Бүкіл оқу керек бәрі, Мұқағали Мақатаев бәрін әсер етпей қоймайды. Мен де жазам өлең. Бірақ мен оны ақындық деп ойламаймын, бәрі жазады өлең. Өлең жазу ақындықтың көп қырының бір қыры деген сияқты. Айтады ғой Мұқағали Мақатаевтың өзі. Мен ақын емеспін деп айтқан. Көгейген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарған дейді. Рахмет. Ал Хамит Сафарбайұлы, сізге рахмет. Қызыл кітапқа енгеніңіз құтты болсын. Қалайша жақсы әңгімелесетін сияқтымыз екеуміз. Бір-бірімізді жыртып ше. Кітапханамызға келгеннен қуаныштымыз. Сондықтан біздің кітапханамызға кішігіріміз естелік, Түркістан естелік болсын. Мұқағали Сәуидің суреті. Сосын екінші, осы кітапты оқып, кітаптың дайқосы шыңына шығыңыз деген. Қаяқта кеп қарасыз? Мен ба? Мен әлі жоқтар. Мен енді алдым. Мына жақтан Қарақтарым астында. зор сып, кітапхананың сөмкесіне қойып қоймын. Рахмет. Постоянно тұрады біздің қасымда. Менің қасымда тұрады бұл жерде. Мынау және Түркістанның біздің туристік нысандар деген Түркістанның 5 жылдан шыққан кітаптар сізге естеліктер болсын. Алматыға барғанда Түркістан облысының жігітін деген кезде ауызда Түркістан туралы кітаптар тұрсын деген ниетпен туристік нысандар. Жаңа суретке қарап, о жақта не болды екен деп ойлана беремін дедіңіз ғой? Тола сурет. Мен ойланып, мен бұны неғып тастаған мен өзі. Мына неден ішінде отырудан уже қауіптеніп, кім Әбілмәмбет. Сыртқа шатыр тігіп отырады ғой, әлдеқандай заман болады. Жаңағы жоңғарлардың тырнағы өтіп, тісі батып кеткен кездер ғой. Осы неден шығып, мына жерден шығып, арғы жайлауға шатыр тігіп отырады. Өзі азат ету жорықтағы дарабозда қабанбай кіріп келген кезде жылап жіберді деді ғой Әбілмәмбет қуанғаннан.
жылап жіберді. Ханнан соған дейінгі бүкіл қан тұқымдастардың қағидасын бұзды деді. Осы тағына түсіп келіп құшақтады деді. Вот. Рахмет. Түркістанға келсеңіз толып тұрыңыз. Көп рахмет. Алла разы болсын сіздерден. Кеше бір күні ресми ашылған болатын, облыс әкімі арнайы келіп ашқан болатын. Артынша сізді осы жұлдызды қонақ кітаптың дәл қазіргі заманда кітапты жақсы насихаттап жүрген біз Хамит мырза болғаннан кейін сіздермен қауыштыруды жөн көрдік. Кеш әсерлі өтті деп ойлаймын. Мен өзіме өте қатты әсерлі ұнады. Сіздерге де ұнады ма? Болашақта да осындай кітап сіздер бізде қонақта болып, балаларыңызды кітап оқуға тәрбиелеңіздер. Бізде барлық жағдай жасалған. Бірінші өзімізден бастайық, одан балаларыңызды әкеліңіздер. Құдай қаласа зерде ұлт жобасы деп айтып жатыр ғой. Еліміз оқитын ұлтқа айналсын. Барлықтарыңызға рахмет. Хамит мырза, сізге тағы да рахмет айтамыз. Рахмет.